Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Дәрігер сүйісу арқылы қандай аурулар жұғатынын айтты. Сүйісу арқылы кейбір аурулар жұғуы мүмкін. Бұл туралы Газета.ру басылымына инфекционист дәрігер Татьяна Когут айтты деп хабарлайды Массагет КЗ тілшісі. Сарапшының сөзінше, сүйісу кезінде 80 миллион бактерия тарайды. Оның ішінде 20% ерекше, яғни әр адамның аузында жеке микробиомы болады. Сүйісу кезінде сілекей алмасу процесінде серіктестер бір-бірінің шетелдік бактерияларына антиденелер түзеді, және ол кросс-иммундау деп аталады. Сонымен қатар, сүйісу процесінде окситоцин, бақыт гормоны көп мөлшерде бөлінеді. Бұл көңіл күйге әсер етеді. Сонымен қатар, стресс гормоны кортизол деңгейін азайтады. Осылайша дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Дәрігердің сөзінше, сүйісу кезінде ауру жұқтырып алу қаупі де бар. Оның ішінде ең көп тарайтыны герпес вирусы. Сонымен қатар, сүйісу арқылы инфекциялық мононуклеоз де берілуі мүмкін. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.